Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай балғын пирог жасағымыз келіп тұр. Жасалу өте оңай, әрі тез жасалынады және өте жұмсақ. Ол үшін бізге құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыздың өзінің көлемін 2 есеге ұлғайтқанға дейін микстерлейміз. Сіздер қол миксермен де қолдансаңыздар болады. Осылай көлемін өзгерткенде миксерлеп, шекерімізді қосамыз. Мен сіздерге барлық граммдарын видеоның астына жазып кететін боламын. Шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте шекеріміз қосқан соң сұйық майымызды кәдімгі растительный масло қоссаңыздар болады. Растительный масло қосып араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхлительді қосып араластырып алып, шәймендеп, скорысын азайтып араластырамыз. Менде осындай темір ыдыс, темір ыдыстың астын майлап, кішкене ұн себіңіздер. Өйткені біздің қамырымыз жабысып қалмас үшін піскен кезде дайын болған қамырымыздың жартысын осылай қосып алып, үйімізде не бар? Жем болсын, қою варенье, вареный сгущенка болсын, жаңғақ болсын, осылай араластырсаңыздар болады. Қалған қамырымызды бетіне қойып жауып, дайын болған пирогымызды әсел печкаға пісіріп алсақ болады. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз.